Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Алматы қаласы Барыс автобазары. Мәшілермен танысайық. Жерде дейді, көлікті көп, алушы да көп, сатушы да көп екен. Білейік бағасын бірге. Сөзіме дәлел болу үшін көрсетіп жіберейін. Көптеп тұрғаным, машиналар бүйтіп жолда тұр. Негізі бүйтіп жолда машиналар көп тұрмайтын еді. Қазір машина көптігінен байланысты осылай тұр екен. Негізі екі жағында тұрады, орта ашық тұр. Адамдар да көп екен өтініште. Қазір бірге көрейік. Не болып жатқан қайнап жатыр екен базар. Мынандай бір ерекше бір Мерседес көріп қалдым. Өзі де бір сәңкиіп, тәңкиіп, дөңкиіп тұр екен. Көрейікші, шынымен. Басқа мұндай базарда көрген жоқпын бұрын. Капитанский сиденьемен 6 адамдық екен. Салон панелін бір көрсетіп жіберейін мінекей. 6 адам деп тұрғаным. Артында 2 адам, ортада 2 адам. Мына жерде жолаушы менен, шөпір менен 2 адам, сонда 6 адам. Панорама бар дейсің бе? Ашыла ма? Ашылып жабылады дейді. Панорамный терезесі бар екен. Есігін жай күйі мынау. Так, не істелген керек мынау дейді. Такси болып екі ортада төгіп тастаған емес пе? Ондай емес қой. Қалай өзі? Екі ортада Талдықорғаннан екі ортада такси болып төгіп тастаған керек емес қой. Алматыда жүрдің бе тек? Мынау не ма? Өзіңдікі ма? Өзің жүргіздің бе? Хозяин біреу ма дегенім? Хозяин біреу ма дегенім? Так, дөңгелегін. Бар ма запас зимний? Запас бар. Запас зимний берем дейді, қысқы дөңгелекті. Қандай, мынау қазір бағасымен танысақ şimdi. Қазір бір алыстан бір көрсетейін бе? Так, айнасында мінекей. Арабша дубайский номерінде. Негізі европейский десе мен Дубайды көрсетіп жатсам. Ауыстырдық дейді ғой. Американцы ұзын болады. Американцыда мына ұзын болады ма? Ұзын болмай ұзын ба? Катафот болады. Катафот болады. Катафот болады, американскийде. Мынау сонда не европейский деп тұрғаның ба? Европейскийді алыстан көрсетейінші мінекей. Мерседес тұр. Маған ұнап тұр негізі. Бірақ жылы 2005 дедің бе? 2005 екен жылы. 5 миллион 500 мың теңге сұрап тұр. Объемы 3/5 екен. Телефон нөмір жазылып тұр. Газ қондырған жоқсың ба? Қондырдың. Газ бар ма жоқ па? Жоқ. Бензинмен жүреді екен. Базарда машина өтіп жатыр дедік қой, адам көп дедік қой, соның бірін. Мынау не? Honda. 2,5 дейді. 2,5 миллионға сатып алып барады дейді. Ау. Шалмай тұрмын дедім, қазір шығып кетеді. 2,5 миллион өтіп кетті. Corolla деген көлік марадан бері кездестіре алмай жүрдім, осы Toyotаларды ғой. Сатып келбетін көрсетіп жіберейін. Тұрасыз ба? Кетіп баратсыз ба? Жоқ, сатылып кетіп баратыр ма дегенім ғой. Жоқ, сатылып кетіп баратқан жоқ екен. Түсірейін, көрсетейін. Сыртқы келбеті Corollaның. Осы дөңгелектері орташа жағдайда. Басқа не көрсетеміз? Есігін жағдайы. Мынау панелдері қалай? Машина жолып тұр ма, жүріп тұр ма? Орып тұр ма? Орып тұр. Не керек? Не істеу керек? Механика? Иә, Corolla механика. Мына жер ішке жасайсыз болды астын. Мына жердің ба? Мына жер жүріп кеткен жер бар екен енді. Так, бағасымен танысайық енді. Toyota Corolla 2013 жыл екен, объемы 1/3, коробкасы механика, айттық. 371 мың жүрілген деп жазып қойған. Бағасы 6 миллион. Бағасы 6 миллион дейді, 2013 жылы. Телефон нөмірі осы екен. Жарайды, жақсы, рахмет. Неге машинаның бірі кетіп, бірі келіп жатыр ғой. Бұл жерде машина кетіп қалды, орнына мынау қызыл Nissan бар ма? Nissan келіп жатыр. Онда таныстық көрсетіп жіберейік ал. Мынау машинаның дауысы жаман екен, арылдап жатқан. Мына Nissan'ы танысайық алып келіп жатыр екен. Қып-қызыл әдемі екен, көзге түсіп тұр. Шоқтай болып дейсің ғой. Дөңгелектер мінекей. Жақсы жағдайда. Артқы келбет. Мынау Versa деген. Nissan Versa деген. Жүріп айдап көрсетіп жатқан сияқты болып тұр да. Өзі келіп жатқандағы сол базарда. Ал жерде машина өтіп кеткен ғой соған қарап. Салон іші мынау. Тайнақты екен. Ақтаза екен. Versa. Versa дейді. Nissan Versa деп айтамыз енді. Панелі мінекей. Мынау Versa деп жазыла ма? Nissan Versa деп тұр. Қарындасындікі дейді ғой. 2009 жылғы автомат коробкасы. Коробкасы автомат. Объем 1/8.
алдыңғы жетек. Телефон нөмірі жазылып тұр. 3 миллион 800 мың сұрап тұр екен. Әйел адам айдаған. Негізі әйел адам айдаған көлікті мақтаймын негізінде бар. Күтіп айдалады. Көп айдамайды, қинамайды деген сияқты. Ал осы Nissan берсі деген. Мынау Chevrolet Cruze. Көрсетіп келейік. Chevroletтерді жаңағы қолжетімді көліктер, өтімді көліктер. Көп адам сұрайтын көліктер. Таныстырып берейік. Мінекей сыртқы келбеті. Алды, арты, жаны. Не айтамыз бұл көлік жайында? Ішін көрсетіп аламыз. Ішінде адам жатыр екен. Ішін көрсетпей қойын. Есігінің жағдайы мынау. Қазір панельдерін көрсетем енді. Механика ма не? Механика екен. Жағдайы мынау. Есігінің келбеті күйі мынау деп қойын. Өзіндікі ма ола? Так, 2012 жыл екен, объем 1.6, механика 2 миллион 700 мың сұрап тұр, келсеміз деп қойып жазып қойыпты. Мынау телефон нөмірі. Мына жерде дізіліп Mercedes тұр екен. Мынау Mercedes көрсетейікші. Үлкен жалпақ. Так, Mercedes кім мынау? Mercedes-Benz S320L дейді. 98 жыл екен. Объем 3.2, коробкасы автомат. 5 миллион сұрап тұр. Телефон нөмірі мынау. 17-19 жейді дейді. Жүзге ма? Жүзге 17-19 жей ма? Дейді екен өдек. Газ қандырында ма? Так, мынау есіге панелі. Мынау... Енді сыртқы келбетін айналдырып көрсетіп жіберейін да енді. Саудасы бар деп жатыр балдар. Мінекей. Үлкен дөңгейіп тұр, баяғы Волгалар сияқты ма деп қойыншы. Ал, Mercedes жағдайы осы. Алам десеңіздер, мана нөмірге хабарласып саудаласуға болады. Мына жерде машина өтіп кетті лағарай. Мына жерде де орын босап қойған машина өтіп кеткен. Орында мына машина кіріп жатыр да. Жолда тұрған машиналар жайлап кіріп жатыр. Өтіп кеткен машиналардың орындарына. Ана жерде күшті Тиана тұр. Тиана тонап тұрған ба? Иә, түсі де күшті екен. Көрейік ал. Ал Тиана деген осы гүлкөнді көрмейтін жоқ екен. Түсі күшті де? Түсі, иә. Жусы вообще жалтырайды. Камерамен түсін анық бере алмай тұрған болар енді. Өзім көргенде түсі керемет жақсы әдемі екен. Айналдырып көріп шығайық енді. Алда аты жаны дегендей. Өзін бағасымен танысамыз. Мінекей сыртқы келбеті. Осы бұл Тиананың. Сан Тианаларда көрікті көліктер ғой. Әдемі. 01 дейді. Жүрген 01. Түнген жағдай мынау. Тұша. Секте болады. Ішкі панелдер. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Қазір есігі жағдайы мінекей. Мынандай. Ішінде адамдар бар екен. Ішін шығалып көрсетпей қойын, қазір бағасын таныстырайын енді. Бұл Тиана 2011 жыл екен. Объем 2.5 дейді, 6 миллион 900 мың сұрап тұр. Телефон нөмірі осы. Мына көлік басқаша ма? Ерекше ме? Не? Қалай? Не істеп алған? Оншық машина сияқты. Оншық машина сияқты, бірақ түсін бар жүйт түсін. Ана жерде андай қылып қойған, мына жерде мындай қылып қойған деген сияқты. Мына бояп қойған ба? Өзінікі емес қой да? Ауыстырған ба? Қаптаған ба, не істеген ба? Бояған ба? Бояған ба, қаптаған ба? Пластик металлмен қаптадық дейді, комбинировать етіп. Smart деген не? Адам марка Smart Mercedes дейді, механика дейді, 1.3 объемы. Бағасы 2 миллион 700 мың дейді, 2004 жыл екен. Телефон нөмірі жазылып тұр. Жағдай осы. Үлкенде өкіс екен, бұл кісі қазақша білесің ба деп сөйлеуге ыңғайсызданып тұр, мен үлкен кісі болғасын. Қазақша білесіз бе аға? Чуть-чуть білем дейді. Үлкен кісілерге ұрса алмай тұр енді. Так, осы мінекей Smart дейді. Ал. Осындай да көлік бар екен. Өңендерім лайк басып қолдап отырыңыздар біздерді. Солай ма Гүлеке? Ой, достар, күн ысып кетті ғой.
иә. Базар ашсақ құнысып кете береді. Сондықтан біздерге лайктарыңызды аямай басып отырыңыздар, бас бармақтарыңызды тарата отырыңыздар, каналымызды бірге дамытайық. Ал басып отырсаңыздар, біз қуанып қаламыз көрермендерім. Мына орыстың өлең көрсетіп кетейік, қасында тұр екен. Алам деген көрермендеріміз болса, көрсін дегенім. 2014 жылға бұл. Нағыл дейді. Объем 1/6, механика. Не дейді? 200 мың жүрілген дейді. Бағасы 2 миллион 650 мың деп. 6-9 литр жетті. Алдыңғы жетек. Тұра ма Гүлекен? Гүлекен мұрын шүйіріп. 2014-ке. 2014-ке. Кішкене чуть-чуть түсіру керек шығар. 2 миллион о жақ бұл жағына қарай ма? Иә. 600 деп бағалап жатыр Гүлекен көрермендерім. Сіздер қалай дейсіздер, не дейсіздер? Өздеріңіз айтып отырасыздар. Сенімді жағдай. Камри 35 кездесіп қалды. Көріп өтейік, көрсетіп кетейік. Жағдайы қалай екен? Әдеттегідей алды артын, жанын, сыртқы келбетін көріп аламыз ғой бірінші. Солай емес пе? Сырты маңызды ғой. Сосын ішкі жағдайлары. Камри 35-тің күйі. Дөңгелегі орташадан төмен екен. Дөңгелегін жағдайы жақсы емес. Ішкі келбеті мынау. Панелдері. Есігі. Көріп тұрғандарыңыздай осындай жағдай. 2006 жыл екен. Объем 3 дейді. Автомат 5 миллион 800 мың сұрап тұр. Телефон нөмірі осы. Осы нөмірге хабарласуға болады. Кен қарап отқан сияқты. Қарап отыр екен, саудаласып жатыр. Көрсеткендей қап-қара әдемі күйі екен. Моторы мынау. Қай жылғы мына? 2010? 2010 дейді. Мына бара. Моторын не істегенсің мына? Бояғансың ба? Жоқ, сонда жеткен ғой. Жоқ, брадан мен дос. 2010 жылы объем 1/6. Коробкасы автомат. Неше миллион дейді? 5 миллион саудасы бар дейді. 257 мың жүрген дейді. 6 жетті 100-ге. Телефон нөмірі осы. Осы номеріне істейді. Ал іші мынау жағдай. Есігі мынау. Қалай жағдай? Жақсы ма? Шауып тұр ма? Міне олап те кете бере ма? Моя мышь. Я вот хозяин. Әйел адам айдады ма не? Да, супруг есть. Әйел адам айдады. Әйел адам айдаса жақсы машина болады біздің. Деп ойлаймын. Бәрі солай ойлайды шығар енді. Сеніз көп қинамай дейді ғой. Мен бақпен деген. Ал, Макстар саудаласып отыр екен. Ұшып кетсін дейміз. Достарым менің золотой. Бізге лайк басып, комментарий жаза қой дейм ба? Өлең кетіп отыр. Ал достар, біздерге тіркеліп, рахмет, үлкен тіркелмегендеріңіз болса тіркеліп қойыңыздар, тіркелгендеріңіз болса тарата отырыңыздар, бірге дамиық көзді көтеріңіздер. Рахмет.